Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен бірге асқабақ дәнінің пайдасы мен зияны туралы айтамыз. Видеоны соңынан дейін қарауларыңызды өтінемін. Өздеріңізге керек информацияны табасыздар деген ойдамын. Және де каналыма тіркеліп кетуді өтінемін. Асқабақ мыңдаған ауруларға ем екенін бәріміз де білеміз. Бірақ асқабақ өзін қолданғанмен ішіндегі дәнегін тастап жібереміз. Керісінше сол дәнегінде асқабақтан да көп дәрумендер бар. Асқабақтың дәнегі туралы мағлұматтар осыдан 7000 жыл бұрын Америка ғалымдарының қазба жұмыстары кезінде табылған. Бірнеше жылдың ішінде бұл бүкіл әлемге әйгілі болады. Бізге Европа мемлекеттері арқылы жеткен. Асқабақтың дәнегінде аминокислота және де көптеген микроэлементтер кездеседі. Олар зат алмасуды жақсартады. Сонымен қатар магний, фосфор, марганец сияқты элементтерде кездеседі. Марганец жүйке жүйесі үшін ең қажетті элементтердің бірі болып саналады. Зақымданған жүйке жүйесін қалпына келтіруге марганецтің әсері зор. Асқабақтың дәнін дәрумендер кешені деп айтсақ та болады. Бұда көптеген дәрумендер шоғырланған. Құрамындағы кальций, фосфор, сүйек тінін және де тіс эмалі үшін өте пайдалы. Ал иммунитетті көтеру, ағзаны қорғау үшін құрамында А, С, Е дәрумендері де кездеседі. Сонымен қатар ағзаны көптеген инфекциялардан қорғайды. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендер мен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар, әсіресе асқабақтың дәнегі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек қантамырлар ауруларын емдейтін. Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болды. Нақтырақ айтқанда, қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Жүрегі ауыратын науқастарға асқабақ дәнін үзбей жеуге кеңес береміз. Өйткені бұл дән қандағы холестеринді төмендетіп, тромбтың түзілуін реттейді. Құрамындағы фосфор, мыс, темір элементтерінің арқасында қаназдық пен атеросклероз ауруынан айықтырады. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Итекір үзілсіз кез келген әйелдерге ауыр өтетін жағдай. Бұл уақытта 40 түрлі дерт қозып, жалпы жағдай нашарлайды. Яғни гормондық өзгерістер орын алады. Ал осындай ауырлықты жеңіл өткізгіңіз келсе, онда құрамы дәрумендер мен минералды толы заттарға бай асқабақ дәнін жеуге әдетке айналдырыңыз. Климакс кезінде де әйелдің қызуы көтеріледі, тоқтаусыз терледі, көңіл күйі нашарлайды, жүрек соғысы өзгеріп, қан қысымы ойнайды. Бұл жайсыздықтың бірден бір емі асқабақтың дәні екенін ескерсеңіз де болады. Сонымен қатар, қатерлі ісіктің алдын алу үшін асқабақ дәнін қолданса болады. Асқабақ дәнінде кукурбитин деп аталатын теңдессіз байлықтың қайнар көзі. Ал бұл зат өз кезегінде қатерлі ісік ауруының алдын алып, ағзаны сақтайды әрі қорғайды. Мән бермей жүрген асқабақтың дәнегі қандағы қанттың мөлшерінде реттейді. Өздеріңіз білетіндей, қант диабетіне шалдыққан науқастар белгілі бір мәзірде тамақтануы тиіс. Қантты, тәттіні, ащыны, майлыны шектесе, ал көкөніс, жеміс, буға піскен және қайнатылған тағамдарға рұқсат етіледі. Оған қоса, асқабақ дәнінің де кереметтей пайдасы бар екенін айтылады. Бұл бағалы дән ағзадағы улы затты шығарады, жасушаларды жаңартады, ұйқы безінің жұмысын жақсартады, инсулиннің дұрыс бөлінуін қадағалайды. Нәтижесінде қандағы қант мөлшерін өз қалпына келтіреді. Сонымен қатар, асқабақтың дәнегі ерлер денсаулығы үшін де өте жақсы әсер береді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Простатит, қуық түбі безінің қабынуы, ер азаматтардың көпшілігінде кездесетін ауру. Аталған ауру денсаулығыңызға ғана емес, өмір сүру қалпыңызға да әсерін тигізеді. Ал оның алдын алып немесе сақтанғыңыз келсе, бір уыс асқабақ дәнін жесеңіз болады. Емді күніне 3-4 рет қайталау арқылы айықпас дертіңізден арыласыз. Асқабақ дәнінің құрамындағы L-аргинин зат ерлердегі тестостерон гормонын жандандырады, қуық асты безінің жұмысын жақсартады.
Сонымен қатар асқабақты артық салмақтан арылу мақсатында да пайдаланса болады. Ал бұл заттар өз кезегінде ағзадағы майды ертіп артық салмақтан арылтады. Оның құрамындағы пайдалы заттар ішектің жұмысын жақсартып, зат алмасуды реттеп, метаболизмді басады. Сонымен қатар көңіл күйді көтеретін қасиеті де бар. Асқабақ дәнін жесеңіз, ағзадағы серотонин атты қуаныш гормоны бөлінеді. Дәннің құрамындағы триптофан аминокышқылы сізге сергектік сыйлайды, жүйкені жақсартып, миды тынықтырады. Асқабақта иммунитетті көтеретін, суыққа қарсы күресетін витаминдерге ие болғандықтан буын ауруынан да қорғайды. Сондай-ақ несеп жүргізіп, артық тұзды шығарады. Керемет емдік қасиетке ие дән буынды түрлі дерттен сақтайды. Остеопороз ауруының алдын алады. Құрамында кальций, магний және мырыш элементіне бай асқабақ дәні сүйектің саулығын жақсартады. Сонымен қатар асқабақ дәнегінің тағы бір ерекшелігі бұл ішекті құрттан тазалайды. Асқабақ дәнінің құрамындағы кукурбитин амин қышқылы ішек құрттарының нағыз жауы. Ағзадағы кез келген құрттан асқабақ дәнін жеу арқылы оңай құтыла аласыз. Дәннің денсаулыққа тигізетін жалпы ешқандай да зияны жоқ, бірақ сол дәнді өзіңіз дұрыс пайдалана білсеңіз. Асқабақтың дәнін қуырып жеуге болмайды. Асқабақтың дәнін қуырып жеген жағдайда ол өзінің құрамындағы бүкіл дәрумендердің күші жоғалады және ағзаңызға ешқандай да пайдасы болмайды. Керісінше бұл асқазанды ауыртатын болады. Сонымен қатар тағы да бір айта кететін жай, асқазан ішек жолдары қатты бұзылған, ішек жолдары зақымданған, асқазанның шырышты қабығы зақымданған және де асқазаннан шырыны, қышқылдығы жоғары адамдарға асқабақ дәндермен көп әуестенуге болмайды. Мөлшерден тыс қабылдауға да болмайды. Сондықтан күніне 3-4 немесе 3-7 дәнін жеп отыру ол ағзаға ешқандай да зияндық келтірмейді. Асқабақтың өзі де пайдалылығы жағынан басқа көкөністерден асып түседі. Оның құрамында адам ағзасына қажетті С, В1, В2, В5, Е, ПП, ағзадағы зат алмасуды жеделдететін Т және қанның ұюына ықпал болатын К дәрумені, калий, кальций, темір кездеседі. Дәрумендердің көптігіне бола 1001 ауруға ем. Көру нашарлағанда, қаназдық, артық салмақтан, тағы басқадан арылғысы келетін таптырмайтын ем. Шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандырады. Асқабақтың пайдасы туралы толық видео описанияда жазылған. Сол бойынша сілтемеге өтіп көрсеңіздер болады. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.